Сарыкөл өңірі орта жүз арғын тайпасының атақты Қанжығалы тармағынан тараған ұрпақтың құйқалы мекені. Сол Қанжығалы елінің бір шоғыры ел басына күн туған заманда шекара бойына қалқан болуға киелі Қостанай өңірінің Сарыкөл жеріне жеткен екен. Үлкен сапар көшті бастап келген атақты батыр би Меңдеке бабамыз. Сарыкөл жері елге, мемлекетке өлшеусіз ғұмырын арнаған тұлғалардың, қайраткерлердің ғұмыры өткен қасиетті мекен. Осынау құйқалы өңірде дүниеге келген қадірлі ақсақал Ұлы Отан соғысының ардагері, ауданымыздың көркеюіне бар күшін жұмсаған ұл қыздарының арқа сүйері, немерелерінің аяулы атасы Есенгелді ұлы Тайген атамыз және әкемізге өмірлік жар болған аяулы анамыз Құрманғазы қызы Бағила әжемізге ұрпақтары мәңгі қарыздар. Қос алып бәйтеректің өмірден озғанына жылдар өтсе де, тау алыстаған сайын биіктей түседі деген мәтел есімізге орала береді. Есенгелді атамыздың әулеті Қанжығалы ішіндегі Боранша атамыздың кіші әйелі Баубектен тараған Қанқұлдан өрбейді. Тайген 1895 жылы Есенгелді атаның шаңырағында дүниеге келген. Негізінен бұл әулет орташа қарабайыр тірлік еткен екен. Ешкімге зияны тимеген, біреуге қиянат жасамағанымен ел арасында қадірлі болған. Тайген бала күннен оңтүстіктен Соналы жеріне жаз жайлауға келген байларға жалданып жұмыс істеп, адал еңбегін тауып күн кешеді. Қазақтың басына төнген 30-шы жылдардағы ашаршылықтан ел енді есін жиған уақытта Есенгелді атаның шаңырағына Бағила келін болып түседі. Бағила анамыз қазіргі солтүстік Қазақстан облысының Есіл өзені кесіп өтетін Рузаев елді мекеніндегі Қанжығалы ішіндегі Қырғызбайдан тарайтын Құрманғазы байдың қызы. Өткен ғасырдың 20-шы жылдарындағы байларды кәмпескелеу ол әулетті де айналып өтпеді. Дәл сол уақытта Бағила нағашыларына қонаққа кеткен екенде ауылы НКВД-ның жендеттері келіп жеткенше белгісіз жаққа бір түнде көшіп кетеді. Бір әңгімеде анамыздың төркін жұрты Қытай асып кеткен деседі. Кейінгі ұрпақтары олар жайында нақты мәлімет таба алған жоқ. Бағила үйіне келсе бірде-бір шаңырақ жоқ. Амалсыздан нағашыларына қайтадан барып, сол елде қалып қояды. Осылайша бой жеткенді нағашылары Тайген атамызға ұзатқан екен. Анамыз өмірге ұрпақтар әкеледі. Алайда алғашқы перзенттері шетінеп кете береді. Дегенмен Алла беріп, одан кейінгі перзенттері әке-шешенің, ата-әженің көз қуанышына айналды. Адамзатқа төнген сұрапыл соғыс басталған кезде әскер жасынан асып кеткен Тайген Есенгелді ұлы майдан қатарына алынды. 1941 жылдың шілде айынан 1945 жылдың шілдесіне дейін 147-ші атқыштар дивизиясының 841-ші, 956-ші және 8-ші атқыштар полктерінде жаумен шайқасқан қызыл әскер мерген атқыштар қатарында оқ атты. Орел, Курск, Киев, Будапешт қалаларын босату майдандарына қатысқан. Нағыз кескілескен соғыста танктер, басқа да техникалар балқып кеткен сұрапыл ұрыстардың куәгері. Сол тозақтан аман қалған жан кешті. Осы аралықта жауынгер Тайген Есенгелді ұлы 3 рет жарақат алыпты. Алғашқысы 1942 жылы ауыр, 1943 жылы жеңіл және 1945 жылы тағы да ауыр жараланды. КСРО жоғарғы кеңесінің жарлығымен 1945 жылы 28 маусымда әскер қатарынан босатылған 50 жасар Есенгелдінің ұлы сол жылғы 19 шілдеде атқыш қызыл әскер ретінде запасқа шығып елге оралды. Екінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы ордені. Киевті азат еткені үшін, Будапештті азат еткені үшін медальдарымен, басқа да мерейтойлық төсбелгілермен және грамоталармен марапатталған. Белгісіз себептермен Курск және Орел қалаларын босатқан ерлігі үшін марапатқа ұсынылмаған екен. Ер азаматы соғысқа кеткенде Бағила анамыз 2 қызымен жалғыз қалды. Масақ терді, жүн түтті, қолғап, шұлық, мойын орауыш тоқып, бәрін майданға жіберіп отырды. Осылайша әкенің тұяғы 2 перзентін өсіріп бақты. Бір күн демалыс көрмеді. Айтпақша, өзіміз Тамара деп атап кеткен Күлзайра соғыс басталған уақытта жаңа туған нәресте еді.
Соғыстан кейін Тайген ата ауылда шопан болып еңбек жолын жалғастыра берді. Малға шөп дайындады, егін ору науқанына жәрдемдесті, қырман жұмыстарына атсалысты. Зейнеткерлікке шықса да үйде отырған жоқ. Жұбайы Бағила әженің орнына жұмысқа шығып тұрды. Сельпо шаруашылық тұтынушылық қоғамында совхоз техникум конторасын күзетті. Берекелі отбасы Саркөлдің орталығына көшіп барды. Тайген ата мен Бағила әже 53 жыл бірге ғұмыр кешіп, өмірге Бәтжан, Күлзайра, Тілеген, Ұрқия, Ерке Сара, Айтжан, Кенжебай атты ұлықты ұл, қылықты қыз әкелді. Барлығының оқып тоғып, аяқтан тұрып, ел қатарлы болуына барын салған әзиз жандар. Кейінгі жастарға, әсіресе балаларына өте жақсы тәрбие берді. Жастай еңбекке баулыды. Өткен тарихтан көп мағлұматтар жеткізді. Бағила анамыз байдың қызы болған соң 4 жыл ескіше хат таныған адам. Балаларына да Құран аяттарын, сүрелерді жаттатып өсірді. Сонда Құран оқып үйрен, ертең молда болсаң тамағың тоқ болады деп үйретеді екен. Міне, Есенгелді атаның әулеті осылайша ес жиып, тәп-тәуір тіршілік етіп келе жатты. Ол қыздардың алды отбасылы болды. Кезек Айтжанға жетті. Ол 1981 жылы 9 қаңтарда Найман руынан тараған Татьянаға үйленіп, ел жұрт дүркіретіп той жасады. Әке мен ана Айтжан мен Татьянаның қолында тұрды. Әттеген айы Бағила ана ұрпақтарының қызығын ұзақ көре алмады. Қолындағы ұлы мен келіннің тұңғыш перзенті Руслананы иіскеп үлгірді. Аз уақыт бағып қақты. Сол жылы 22 қарашада ұзақ науқастан дүние салды. Үйіне туыстар, жолаушылаған жандар барғанда Бағила шешеміз оларды құдайындай күтіп, ерекше ілтипат көрсететін. Дастарханға барын қойып, келген туыстарды қонақтардың батасын алып жүрді. Ақ жарқын, көпшіл, өте мейманжай, қолы ашық жан еді деп отырады көз көргендер. Балалардың қолында қалған Тайген ата кем болған жоқ. Мал, құс бар, ермегі солар. Бірақ көп жыл ұзамай 1987 жылы 16 мамырда әулеттің бәйтерегі 16 немере, 2 шөбере көріп отырып 92 жасында дүниеден озды. Ардақты әке мен аяулы ана Саркөл қорымындағы бір орында жатыр. Өмірі ұрыс керіс шығармаған, бір-біріне ауыр сөз де айтпай өтті. Екеуінің бір-біріне деген сүйіспеншілігі сондай, әкеміз ашуланса, анамыздың көйлегін ғана сабалап қояды екен. Ата-ананың ақ батасын алып, тағылымды тәрбиесін көрген ұрпақтары бүгінде бір қауым ел болды. Құдайға тәубе. Туған жерге қызмет етіп келеді. Көңілге қонатыны бүгінгі күні олар арғы тегін түгендеп, бұрынғы өткен аталардың есімін жаңғыртуға зор үлес қосып отыр. Ең бастысы, бабалардың байырға қонысы соналы елінің туын тік көтеруге барын салып, жерлестерге қолдарынан келген көмегін аяп отырған жоқ. Ұрпақтар сабақтастығы, туған жерге туыңды тік деген қасиетті парызды орындады деген осы болар. Разы болсын Алла сізге әке, бар қатемді кешіргеніңе. Разы болсын сізге Алла ана, өмір беріп өсіргеніңе. Тағзым етем алдыңызда ана, ақ сүтіңді ақтай алам ба? Тағзым етем алдыңызда әке, сүйеу болған мына ғаламда. Бар бағыңа артып өтем, асыр салып шапқаным үшін, ақ бесіктей әлдейіңе балқып, мәпелетіп баққаның үшін. Жатқан орындарыңыз жұмақтың төрі болғай.